Hello everyone. Today's lesson is about the verb to be. Бүгінгі сабағымыз to be етістігі жайлы. To be етістігі қазақша мағынасы болу. Мысалы, мына сөздер, сөйлемдер бізде мен ондамын, сен ондасың деген сөздер. Біз сөйлемдерді біз бірінші жақ немесе екінші жақты білу үшін осындай жалғаулар жалғаймыз. Мен ондамын, сен ондасың, біз ондамыз, сіздер ондасыздар деген сияқты. Ал ағылшын тілінде сол жақтарды білдіру үшін осы to be етістігі көмектеседі. Сондықтан ол көмекші етістік деп аталады. Ондай болса айтып көрейік. First person singular, бірінші жақ жекеше тұр. I, мен, am, 10. To be'дің бірінші жақ жекеше түрде жіпкелігі осы am. I am 10. Мен ондамын дегенді білдіреді. Second person singular, you, сен, are 10. Екінші жақта осылай are болып жіктеледі. Сонымен you are 10, сен ондасың. Third person singular, үшінші жақ жекеше тұр. Үшінші жақтың ерекшелігі бар ағылшын тілінде he, she болып қыз, ұл бала, қыз балаға бөлінеді. Тек қана осы көп емес, осындай бір-екі жағдайда ғана мужской, женской деген род бар ағылшын тілінде, ал жалпы ондай родтар жоқ ағылшын тілінде. Тек қана осы және тағы бір-екі. Әзірге осыны есте сақтаймыз. He деген ол ер адам, ұл бала. She деген ол әйел адам. It деген адамдардан басқа нәрсенің барлығы. Осы үшеуіне де is болып жіктеледі to be. He is, she is, it is. 10. Ол ұл бала, онда, ол қыз, онда, немесе ит, мысық, немесе ағаш, онда деген сөз. Сонымен I am, you are, he is, she is, it is. Осылай to be жекеше түрде осылай жіктеледі. Осы жақта. Ал енді көпше түрде осы жақта біз ондамыз, сендер немесе сіздер ондасыздар. Олар онда дегенді ағылшынша айтып көрейік. First person plural, бірінші жақ көпше түрде деген сөз. Plural. Баспа сөзде плюрализм деген сөз бар, сол плюрализм осы сөзден шыққан. Көпшілік деген мағынаны, көп деген мағынаны білдіреді. We, біз, are 10, біз ондамыз. Second person plural, you are 10, you are 10. Third person plural, үшінші жақ көпше тұр. They are 10, олар онда. Үшінші жақ жекеше түрде he, she, it болған. Енді үшінші жақ көпше түрде тек қана бір ғана сөз бар, they. Сондықтан оңай. Және to be'дің жіктелуі де өте оңай. Осы жақта үшінші жақ көпше түрде үш жақта да ол are болады. Бұл бетте сол алдыңғы бетте айтылғандардың топтамасы. Тек қана айтатын нәрсе бұл жерде міне I am 10. Соны қысқаша I'm 10 деп айтуға болады. You are 10, you are 10. He is, it is, she is, it is. Ол he's 10, she's 10, it's 10 деп осылай қысқаша да айтуға болады. Көпше түрде солай. We are 10, we are 10. They are 10, they are 10. Күнделікті осылай қысқаша айта салады жылдар. Ал салыстырып көрейік, міне бірінші жақ жекеше түрмен көпше түрде міне you are 10, көпше түрде де you are 10 болады. Сол жағынан өте оңай. Екінші жақ көпше түрде, жекеше түрде бірдей. Ал осы бетте бізде осындай бірінші жақта 4 сөйлем бар. Өзіміз жайында 4 сөйлем айтуымызға болады. Екінші жақта 4 сөйлем. Онда бастап айтып көрейік. Мен Марияммын, мен Алматыданмын, мен 12 жастамын, менің бойым 138 сантиметр. I am Мариям. Бірінші жақта I am Мариям. I am from Almaty. Немесе I'm from Almaty. I'm 12 years old.
қысқаша I'm 12. I'm 138 centimeters tall. Менің бойым 138 сантиметр. Осылай өзіміз жайында төрт сөйлем айтуымызға болады. Осы to be'ді жіктеп. Бірінші жақта am болып жіктелді. Екінші жақта you are болып жіктеледі. Сен жаннасың. You are from Aksai. You are 11 years old. You are 11 in short. You are 129 centimeters tall. Ал бұл бетте дәл сондай сөйлемдер тек қана he және she деген сөздерді қолданып айтамыз. Қыз бала және ұл бала. She is Айзере. Ол Айзере деген сөз. She is болады. To be үшінші жақта жегіш түрде солай жіктеледі. She is from жаңа тұрмыс. She is 6. She is 109 centimeters tall. She and he is Abdul. Ол деген сөз, ол бала. He is from Mamre. He is 8. He is 117 centimeters tall. To be in negative sentences. Болымсыз сөйлемдерде, болымсыз сөйлемдерде сол to be жіктеледі. Әр жақта am, are, is жақта. Содан кейін not қойылып жасала береді. Өте оңай. I am not 10. Мен 10 жаста емеспін. You are not 10. He is not 10. She is not 10. It is not 10. Міне қазақшалар жазылған. I am not 10. Бұл жерде де қысқаша осылай айтуға болады. Күнделікті шындам I am not 10. You are not 10. You aren't 10. He is not 10. He isn't 10. She isn't 10. It isn't 10. Жекеше түрде солай. Ал көпше түрде we are not. You are not. They are not. Барлығында are not. Ол өте оңай. Ал көпше түрде де сол сияқты we are not 10. Қысқаша we aren't 10. They are not 10. They aren't 10. Деп айтылады. Біз алдыңғы беттерде жасымызды, бойымызды, қайдан екенімізді айтып үйрендік. Және оның болымсыз түрінде үйрендік. Енді сол to be'ді қолданып, біз сын есімдер арқылы да сөйлей алатын боламыз осы бетте. Мысалдар I am happy. Мен бақыттымын. Мен қуаныштымын деп айтатын болсақ, онда біз I am happy. Бірінші жақта солай жіктеліп айтты. I am clever. Мен ақылдымын, мен зерекпін. Мен алғырмын деген сөз. I am clever. You are talented. Сен таланттысың, дарындысың деген. You are handsome. Сен көріктісің, көркемсің. Бұл handsome деген көбінесе ер адам, ұл балаларды айтуға қолданылады. You are busy. Сен жұмыс бастысың, сен қолың бос емес дегенді you are busy. Немесе you are busy. She is pretty. Ол әйдік. Ол шырайлы деп айтатын болсақ, she is pretty. I am pretty. Бірінші жақта да солай айтуға болады. She is smart. Шырайлы болғанмен қатар ол зерек, ақылды. Немесе зерделі. She is smart деген сондай мағынада. Енді үйде өздерің осы сөздердің барлығын жазып алып, есте сақтап, өздерің жайында осы көп сөйлемдер айтуды үйренесіңдер. Ал бұл беттегі мысалдар, болымсыз сөйлемдерге арналған мысалдар to be in negative sentences. I am not 20 years old. Мен 20 жаста емеспін. Алдыңғы беттерде біз оқып өттік, мен сондықтан қайталап оқымаймын, өздерің оқып үйде жаттығу жасайсыңдар. Міне you aren't from Алматы, сен Алматыдан емессің. She isn't 150 centimeters tall. Ол оның бойы 150 сантиметр емес деген, сантиметр деген сантиметр осы сөз.
She isn't 23 years old. Handsome, hungry, starving, angry. Ашулы деген сөз. Ал осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next lesson.